Ұлттық қор балаларға бағдарламасы еліміздің әрбір баласына қаржылай қолдау және тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету үшін әзірленген. Баланың бағдарламаға қатысатынын қалай тексеруге болады? Егер сіз балаңыздың бағдарламаға қатысу мәртебесін білгіңіз келсе, бірінші kids.inpf.kz сайтына кіріңіз. Екінші, балаңыздың ЖСН-ін тиісті өріске енгізіңіз. Үшінші, робот емес екеніңізді дәлелдейтін арнайы тексеруден өтіңіз. Төртінші, тексеру түймесін басыңыз. Төменде балаңыздың бағдарламаға қатысу жылы, бағдарламаға қатысқан үшін есептелген нысаналы талаптардың ақш доллары немесе теңгемен көрсетілген жалпы сомасы туралы ақпарат пайда болады. Назар аударыңыз. Балалар 18 жасқа толғанға дейін нысаналы талаптар мен инвестициялық кіріс есептеліп отырады, бірақ оларды пайдалану құқығы берілмейді. Төлем сомасын қалай білуге болады? Мұнда сіз нысаналы талаптардың сомасын есептей аласыз. Ол үшін бірінші, балаңыздың туған жылын енгізіңіз. Екінші, Қазақстан Республикасының азаматы болған жылын енгізіңіз. Үшінші, робот емес екеніңізді дәлелдейтін арнайы тексеруден өтіңіз. Төртінші, тексеру түймесін басыңыз. Экранның төменгі жағында бағдарламаға қатысу кезеңіндегі әр жыл үшін есептелген ақша сомасын көруге болатын кесте пайда болады. Ақша сомасын ақш долларымен немесе теңгемен көруге болады. Бағдарлама туралы толығырақ ақпарат алу үшін Ұлттық қор балаларға бағдарламасы бөлімін қараңыз. Бұл жерде бағдарлама туралы барлық қажетті ақпарат, оның ішінде ата-аналар мен қатысушыларға арналған ұсыныстар, осы тақырып бойынша жаңалықтар, жиі қойылатын сұрақтарға жауаптар берілген. Сәйкес сілтемелерді басу немесе бетті айналдыру арқылы бөлімдерге өтуге болады.